Жамбыл ауданы Бесағаш ауылында қазақ күресінен 15 пен 13 жас аралығындағы жеткіншектер арасында республикалық турнир өтті. 2 күнге жалғасқан аламанға еліміздің 8 аймағынан келген спортшылар қатысты. Тәжікстаннан да жас балуандар келіп бақ сынады. Бұл Жамбыл ауданы Бесағаш ауылы. 700-дей түтін, 2700-дей тұрғыны бар ауылдан 44 спортшы шыққан. Қазақ күресінен мұнда республикалық турнир биыл бірінші рет өткізілуде. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Руслан Мұхаммедқалиевтің 50 жас мерейтойына орайластырылған спорт додасына 2007-2009 жылғы жасөспірімдер арасынан 320 жас балуан қатысты. Қазақ күресінен Жамбыл облысы Жамбыл аудан Бесағаш ауылында кіші жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтіп отыр. Осы ұлттық спорт түрін көтеру мәселесі бойынша өздерің білесіздер, бұны қазақ күресі қазіргі таңда осы ұлттық күресіміз биік шыңнан көрініп жүр. Әлем чемпионаттары, Азия, Европа чемпионаттары өтіп жатыр. Соған байланысты Бесағаш ауылында осы кіші жасөспірімдерді үлкен деңгейге көтеру үшін осындай республикалық турнирі болып жатыр, және Тәжікстаннан 5 спортшы қатысып жатыр. Ауыл азаматтар мен облыстық спорт басқармасының ұйымдастыруымен өткен дода 2 күнге созылды. Жалпы жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Палуандар боз кілемде 10 салмақ дәрежесінде, қазақ күресі белбеуінде сарапқа салды. Жалпы біздің Жамбыл облысының құрама командасын құрап отқан азаматтардың көбісі осы Бесағаштан. Ол тек қана біздің Жамбыл облысы емес, жалпы Қазақстанның мысалы 8 салмақ болса, соның 4 салмағында осы Бесағаштың жігіттері біздің еліміздің намысын қорғайды. Енді бұндай турнир, енді Мұхаммедқали Руслан ағамызға келетін болсақ, ол қазақ күресінен біздің облыста аға бапкер, қазақ күресіне өзі де қатты көп күрескен. Сол бұндай турнир енді жастарға болашағын ашады. Жастарға енді біздің болашақ жақсы турнир болып отыр. Енді біз жалпы қазақ халқы ырымшыл халықпыз ғой. Осы Руслан ағамыз өтініш жасап, осы белбеуді жас балаларға бер, Құдай қаласа баяғы балуан шолақ Қажымұқан ағамыздың ізін басатын мықты азамат болсын деген себеппен ырымдап өткізіп жатыр. 38 бен 75-тен жоғары салмақта сынға түсіп жатқан палуандар арасында 46 келі салмақта бақ сынап жатқан Ильяс 7 жасынан бастап қазақ күресімен айналысып келеді. Әкесінің әкелуімен спортқа келген жеткіншек сонау Тұрар Рысқұлов ауданы Бірлесу ауылынан келген. Қазақстан Республикасынан Бесағаш деген ауылда болып жатқан күреске 2008-2007 арасында жасөспірім күрестеріне мен қатыстым. Қазір салмақ 46 салмаққа күрестім. Ең алғашқы өзімнің қарсыласымды ұттым. Одан кейін әлі менде 3 қарсыласым бар. Олар ұтқаннан кейін мен финалға шығамын. Ильястың жаттықтырушысы бүгінде 30 палуанды баптап келеді. Спорт шеберіне үміткер Ильяс Ақмола облысындағы Сағдат Нұрмағамбетов турнирінің қола жүлдегері. Бапкері Ильястан көп үміт күтетінін жасырмады. Бүгін таңда бір 10 спорт шебері бар. Спорт шеберіне үміткер балуан тәрбиеледім. 5 Қазақстан чемпионат жүлдегері бар. Және осы жарысқа 8 балуан әкелдім. 4 жеңіс тұғырынан көтерілейін деп жатыр. Және оқушым Бекенбай Елес, спорт шеберлігінен үміткер, Ақмола облысында Сағдат Нұрмағамбетов турнирінің қола жүлдегері. Бүгінден сенімді ақтайды деп ойлаймын. Турнир қорытындысы бойынша 10 салмақ дәрежесінде 40 палуан марапатталып, 10 чемпионға 10 белбеу тапсырылды. 30 жүлдегер 2-3 орындарды еншіледі. Команда бойынша Талас ауданы 1-ші орын алса, 2-ші орынды Қызылорда облысы иеленді. Ал үштікті Бесағаш спортшылары түйіндеді. Айгүл Пірәлиева, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7 News.